Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін көздің астындағы ісікті үй жағдайында қалай кетіруге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көздің ісігін басу үшін не істеу керек? Кенеттен көзіңіз ісіп кетті ме? Ал сіздің ертең маңызды кездесуіңіз бар. Немесе көзіңіз жиі ісіп, ыңғайсыз жағдайға қалып жүрсіз бе? Не істеуге болады деген сұрақ әрбір жанды мазалайды. Сұлулыққа жаны құмар қыз-келіншектер үшін маңызды делінген кеңестер топтамасын назарыңызға ұсынамын. Егер көзіңіз жиі ісіп мазаңызды алатын болса, демек мұздатқышқа мұз сақтауды әдеттендіріңіз. Себебі мұздың әсері өте мол. Ол үшін кубик тәріздес мұзды қолданбас бұрын алдымен кеседегі қайнаған суға пакеттегі шайды демдеңіз. Мейлі қара, мейлі көк шай болсын, бастысы хош иістендірілген шай болмаған абзал. Кейін жылы шайды пакетімен бірге 1-2 минут аралығында көз айналасына қойып, артынша мұзбен көз айналасын сүртіп шығыңыз. Бұған да тура 1-2 минут уақыт жұмсаңыз. Айтпақшы, мұз үшін тек қарапайым су емес, минералды сусын немесе ромашка араласқан суды пайдалансаңыз әсері мол. Сонымен қатар, жұмыртқаның ақуызы теріні жиырылтып, көз айналасындағы ісікті басады. Ол үшін 2 жұмыртқаны жарып, ақуызын алыңыз. Мақта тампонына оны малып, көздің астыңғы терісіне жағыңыз. 5 минуттан соң жылы сумен шайып тастаңыз. Бұл процедураны күн сайын жасасаңыз, лайықты нәтижеге қол жеткізесіз. Сонымен қатар, ағзадағы сұйықтық тым көбейіп кетсе, ісіктің пайда болатын белгілі. Ал тұз артық сұйықтықты айдап шығады. Ол үшін сізге жарты шай қасық ас тұзын аз ғана жылы суға араластыру қажет болады. 2 мақта тампонын суға батырып, көзіңізді жауып қойыңыз қажет. Көзіңізге қойып қойыңыз. 10 минуттан соң жылы сумен шайып тастаңыз. Бұл әдісті күн сайын жасауды ұмытпаңыз. Сонымен қатар қияр. Қияр теріні ылғалдандырып, қабынуды басатын қасиетке ие. Сол себептен салқындатылған қиярды дөңгелек пішіндес етіп турап, көзіңізді жауып үстіне қойыңыз. Қияр 10-15 минут қабақ үстінде тұруы керек. Бұл тәсілді күніне бірнеше рет қайталаңыз. Адам күніне 1,5-2 литр су ішкені абзал. Себебі құрғақтықтың салдарынан көз айналасында қапшықтар пайда болуы мүмкін. Тек суды ұйқының алдында ішпеген жөн. Ол таңертең дененің ісініп кетуіне, сонымен қатар көз айналасындағы қапшықтың пайда болуына әкеп соғады. Тағы бір айта кетерлік кеңесіміз, түйметақтың тұнбасынан компресс жасасаңыз әбден болады. Ең бастысы, ұйқы режиміңізді бір қалыпта ұстай біліңіз. Әйтпесе көз айналасындағы қапшықтар мен ісіктен арылу қиынға түседі. Сонымен қатар, шамадан тыс алкогольді ішімдік те көз айналасында ісіктің пайда болу себептерінің біріне жатады. Достар, егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.